Алла үшін жақсы көру және Алла үшін жек көру. Дүниені сүйген адам адамдардың өшпенділігінен ешқашан құтыла алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұны дүниеден бет бұру мен адамдардың сені жақсы көруін байланыстыру арқылы түсіндіреді. Ол саллаллаху алейхи уассалам адамдардың қолындағынан бас тарт, сонда олар сені жақсы көреді деді. Демек, адам дүниені жақсы көрген сайын оның дұшпаны да көбейеді. Біреуді Алла разылығы үшін жек көретін болсаң, сенің жек көруің адамдардың болмысына емес, тек олардың сипаттары мен іс-әрекеттеріне бағытталуы керек. Өйткені адамның болмысын Алла жаратқан және оның жаратылысы өзгермейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сарымсақ туралы "сарымсақ маған иісі ұнамайтын өсімдік" деген сөздеріне ой жүгірді. Байқадың ба? Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам сарымсақтың өзін жақсы көрмейтінін айтпаған, оның иісінің өзіне ұнамайтындығын айтқан. Ей бауырым, мен саған адамдарға дұшпандығың Алла разылығы үшін бе, әлде нәпсінің қалауы үшін бе екенін анықтауға болатын өлшемдерді үйретейін. Алдымен жек көретін адамның әрекетін Құран мен сүннетпен салыстыр. Егер оның істері ол жерде мақталса, сен оны жақсы көр. Ал егер ол жерде оның істері айыпталса, оған дұшпандық таныт. Сонда тек нәпсінің қалауымен адамды жақсы көріп не жек көріп кетпейтін боласың. Біз нәпсінің қалауы үшін ешбір мұсылманды жек көрмейміз деп сөз бердік. Пасықтар мен залымдарға келетін болсақ, біз оларды Алла тағала разылығы үшін жек көруге міндеттіміз. Бұл өзгелер туралы жаман пікірде болу деген мағынаға келмейді.